Urzex Player сайтын ашып отырмын. Бұл сайтқа алдын ала тіркелген болатынмын. Міне сіздерге көрініп тұр. Мысалы тіркелгеннен кейін маған Астана қаласының маңындағы үлгі керек. Сол үшін мен жанынан 4 точканы қою арқылы бірінші полигон жасап аламын. Полигон жасалды. Енді мен мына жерде маған қажетті уақытты таңдаймын. Мысалы бізде қыс мезгілдерінде қар жатады, сондықтан жер беті дұрыс көрінбейді. Мысалы мен май айынан бастап, майдың 1-нен сентябрь, яғни қыркүйектің 30-на дейінгі уақытты алдым. Және ары қарай результат, яғни результатын көрмекшімін. Енді маған барлық результаттарды шығарып, мен мына жерден Landsat datasets дегеннің ішінен Landsat 8-9 алып отырмын. Қазір бұрын Landsat 8-ді қолданатынбыз, қазір американдық вариантта Landsat 9 пайда болып отыр. Осы результатты таңдап, дальше results'ты басып, результатын көріп, ары қарай мен таңдаған не бойынша қазір маған результаттарын шығарады. Browse overlay деген, яғни көру деген мағына. Бұны баса отырып, мен Астананың үстінен дәл түсуім керек. Мысалы, мынаны басатын болсам, менің таңдап отырған дүнием жоқ, Астананы толық баспады. Енді маған таңдау керек, қайсысынан толық түседі. Мысалы, мен 155-ті таңдап көрейін. Міне 155 дәл Астананың үстінен толық түсіп отыр. Енді мен осыны сақтап жүктеп аламын. Алған үлгіні мына Астана қаласының үстінен басып тұрмын. Дәл келіп тұр. Енді мен осыны жүктеу үшін мына жерден download options деген басам, яғни download загрузить загрузка деген мағынада. Және мен өзімнің компьютеріме жүктеп алдым. Енді жүктеген уақытта мына жерден біз GeoTIFF деген түрді таңдағанымыз дұрыс. Оған көшірілді файл. Енді осы бойынша мен қазір ArcScan бағдарламасына апарып 3D модель салып көремін. Дайын болған үлгіні ArcGIS бағдарламасының ішінде ArcScan бағдарламасына саламыз. Мына ArcScan 14.1 версиясын ашамын. Менде міне ашық тұр. Ашылды. Енді осы жерден аркаталықтың ішінде дайын жаңағы үлгіні осында саламыз. Міне дайын үлгі, бұл үлгі арқылы 3D моделін жасауым болады. Ол үшін ақпарат арқылы дүниені көтеремін. Аққара түсті болып тұрғандықтан мен бұның түсін өзгертемін. Мынадай формаға келтіріп отыр. Яғни біз осы үлгі арқылы жұмыс жасай аламыз. Енді осының үстіне линияларды да қоя аламыз. Мысалы, мына жерде өзен бассейні берілген екен. Өзен бассейнін білу үшін мына дүниені қойсақ болады. Міне қабат аралық болып көрініп тұр ма? Енді оны бетіне қоя аламыз. Өзен бассейні көрсетілген. Егер көрінбейді десек, түсін ауыстырсақ болады. Міне жер бетінде кездесуіне байланысты формасын көрсете аламыз.